Дәріханада магний сатып алып, бір ай ішсеңіз, денеңіздегі тартылулар, яғни судорога басылмай қойды. Оның себебі, дәріханадағы магнийдің небәрі 5-20%-ға дейінгі бөлігі ғана ағзаға сіңеді. Қалғаны жай ғана босқа кеткен ақша. Ал небәрі 40 теңге тұратын бір уыс қарапайым дәннің құрамында магний 10 есе көп. Және ол ағзаға толығымен сіңеді. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сіздерге магний жетіспеушілігінің 5 негізгі белгісін және осы элементке бай үздік 5 өнім туралы айтамын. Тізімнің басындағы өнім сізді таңғалдыратыны анық. Дайын болсаңыз, бастайық. Қазір сіздермен бірге шағын тест өткіземіз. Бойыңызда қанша сәйкестік келетінін санап көріңіз. Бірінші, аяқтың тартылуы, сіңірдің түйілуі, әсіресе түнде. Тәтті ұйқыда жатқанда, кенеттен балтырыңыз сондай бір қатты тартылып, төсектен қалай атып тұрғаныңызды білмей қалсаңыз, немесе аяқ саусақтарыңыз еріксіз жиырылып қалса, бұл магний жетіспеушілігінің классикалық белгісі болып саналады. Магний бұлшықеттің босамсуына жауап береді. Ол жоқ болса, бұлшықет жиырылады, бірақ қайта жазылуға күші жетпейді. Екінші, мазасыз ойлар, ұйқысыздық. Бұл ұйқысыздықтың ерекше түрі. Күні бойы шаршайсыз, көзіңіз жұмылып тұр, жатасыз, бірақ ми өшпейді. Ойлар 10 саққа жүгіріп, денеңіз кернеуде болады. Магний жүйке жүйесінің табиғи тежегіші. Ол жетіспесе, ми ұйқы режиміне ауысалмайды. Егер мәселе минералда болса, сізге ешқандай валерьянка көмектеспейді. Үшінші, қабақтың тартылуы, көздің ойнауы. Күндерге созылатын жүйкеге тиетін ұсақ тартылулар. Біз оны шаршауға немесе смартфонға жаба саламыз. Шын мәнінде бұл бұлшықеттің микроспазмы. 10 жағдайдың 9-ында себебі магний тапшылығы. Рационыңызға магний қоссаңыз, 3 күнде қабағыңыз тынышталады. Төртінші, негізсіз мазасыздық пен ашушаңдық. Бәрі жақсы сияқты, бірақ іштей бір жамандық болатындай үрей пайда бола ма? Болмашы нәрсеге ашуланып, бәріне айғайлағыңыз келе ме? Магний стресс гормондарын ауыздықтап отырады. Ол аз болса, ағзаңыз біреу қуып келе жатқандай үнемі дабл режимінде тұрады. Кейбіреулер жылдар бойы антидепрессант ішеді, ал оларға тек бір уыс дұрыс өнім жеу керек еді. Бесінші, созылмалы шаршау. Бұл жұмыстан кейінгі шаршау емес, бұл таңертең тұрғандағы ауырлық. 8 сағат ұйықтасаңызда бойыңызда күш жоқ. Магний жасуша ішінде энергия өндіруге қатысады. Ол болмаса, жасушалар тамақты жанармайға айналдыра алмайды. Яғни, тамақ ішіп жатырсыз, бірақ энергия жоқ. Конвертер бұзылған. Санадыңыз ба? Егер 5 белгінің 3-і болса, магний тапшылығы анық. Ал 4 немесе 5 белгі болса, ағзаңыз көмек сұрап, дабыл қағып жатыр деген сөз. Енді осы тапшылықты тез арада толтыратын үздік 5 өнімге көшейік. Оларды білу өте маңызды. 5-ші орында шпинат. Көбісі шпинатты тек темірдің көзі деп ойлайды. Бірақ оның басты байлығы магний. 100 грамм шикі шпинатта 87 миллиграмм магний бар. Алайда басты құпия. Шпинатты шікірей жесеңіз, оксалат қышқылы минералдардың сіңуіне кедергі жасайды. Шпинатты 2 минуттай буға немесе табаға аздап бұқтырып алыңыз. Жоғары температура қышқылды ыдыратып, магнийдің толық сіңуіне жол ашады. Немесе банан мен кефир қосып, смузи жасаңыз. Бұл дәріхана таблеткасынан әлде қайда пайдалы. 4-ші орында қарақұмық, орысша атауы гречка. Кәдімгі қарақұмықтың 100 граммында 200 миллиграмм магний бар. Бұл тәуліктік норманың жартысынан астамы. Бірақ оны қайнатып пісірсеңіз, пайдалы заттардың көбі сумен кетіп қалады. Жалқау қарақұмық әдісін қолданыңыз. Түнде қарақұмықты жуып, үстіне қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Таңертең дайын тұрады. Магний ешқайда кетпейді. Бәрі жарманың ішінде қалады. 3-ші орында зығыр тұқымы, орысша семена льна атауы. Мұнда магний тіптен көп. 100 граммда 390 миллиграмм. Зығырдың артықшылығы. Ол тек магний ғана емес, омега-3 пен асқазанға пайдалы шырыш береді. Тұтас зығыр ағзадан сол күйі шығып кетеді. Сондықтан оны жейтін алдында ғана кофемолкада үгітіп, ботқаға немесе айранға қосыңыз. Дайын ұнтақты сатып алмаңыз, өйткені пайдалы майлар ауада тез тотығып кетеді. 2-ші орында табиғи какао ұнтағы. 100 грамм таза какаода 499 миллиграмм магний бар. Бірақ бұл дүкендегі қантты шоколад емес, нағыз ащы какао ұнтағы. Какаодағы теобрамин жүйкені тыныштандырып, тамырларды кеңейтеді. Ұйықтар алдында бір шыны жылы какао ішіңіз. Қантсыз. Бұлшықеттер босаңсып мазасыздық кетеді. Бұл табиғи ұйықтататын дәрі. 1-ші орында асқабақ тұқымы, орысша атауы
Твенные семечки. Абсолютті чемпион. 100 грамда 592 миллиграмм магний бар. Бұл 1,5 тәуліктік норма. Ешқандай қымбат дәрі асқабақ тұқымымен теңес алмайды. Кек шикі, қорумаған түрін жеңіз. Күніне бір уыстан асырмаңыз, себебі калориясы жоғары. Өте мұқият шайнаңыз. Сонда ғана магний қанға толық өтеді. Магний ағза үшін қауіпсіз, бірақ бүйрек аурулары бар жандар абай болған жөн. Егер дәріханалық препараттар ішіп жүрсеңіз, бірден барлық өнімді қосып жібермеңіз. Егер бойыңыздан жоғарыда аталған 5 белгіні байқасаңыз, алдымен тамақтану режимін өзгертіп көріңіз. Ал мәселе тереңде болса, міндетті түрде маманға көрініңіз. Бұл ақпарат сізге пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Өзіңізді күтіңіз. Сау болыңыз.